Сәлем достар, мына жерде біз матаның ұзындығы мен енін анықтайтын боламыз. Енін тартқан кезде осылай созылмалы болады, ұзындығын тартқан кезде қатты болады. Сол қатты жағынан лентамызды қиятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қатты болады материал. Енді оңай әрі жеңіл лентаны қию үшін осылай матаны 4 қабаттап аламыз. Және де бізге линейка и ручка керек болады. Линейкамызды үстіне қойып, ручкамен сызып шығамыз. Осылай дұрыстап аламыз. Осымен ручкамен сызып аламыз үстінен. Айтпақшы, линейкамыз ұзындығы 1 метр, ені 3 сантиметр. Бұны канцелярскийден алсаңыздар болады, болмаса строительный магазиндерден алсаңыздар болады. Енін специально 3 сантиметр екенін өлшеп алу керек. 2,5 болады. 1,5 болады, онда емес, специально 3 сантиметрлікті алу керек. Мына осылай бірнеше сызық сызып аламыз. Және де қайшымен қиып шығамыз. Міне осылай асықпай қиып шығып аламыз. Матаны ұзыннан жайып, оны линейкамен ана басынан, мына басынан сызғаннан гөрі әрі тез, әрі жылдам болады. Міне бір лентасын уже қиып тастадық. 5 минуттың ішінде бірнеше лента қиып тастауға болады. Дұрыстап, жақсылап ұстап аламыз, асты үстін біріктіріп. Міне достар, 5 минуттың ішінде бірнеше лентаны тез әрі жылдам кесіп шықтым. 2 метрді біріктіріп, 0,5 сантиметр қылып, дем арасында қиып шығардым. Және де айта кетері, линейканы тағы бір айта кетейін. Бұл көп жерде айтылмайды. Линейка қалай істелу керек, құрақты қалай құрау керек екен, ол линейканы немен сызу керек екен айтылмайды. Міне 1 метр ұзындығы, жаңағы енін 3 сантиметр екенін біліп алып